аямастан ұрайық, жарияға жар салайық. Бүгінгі мерейтой иесі Меруерт апамызды тұңғыш көз ашып көрген перзенті Ғани ағамызбенен алғашқы келіні Айгүл жеңгеміздің қабатында Меруерт апамызды сізбенен біз қарсы алайық ағайын. Ізін жалғап жатқан осы мына бүгінгі Меруерт анамыздың екінші перзенті бүгін қуанышқа анамыз қуанып жатыр деп Мырғалым ағамызбенен Анипадай ханымды да тойхана төріне қарсы алатын боламыз ағайын. Жабылақты шығайық кәнекей. Құрмет көрсетіп қояйық ағайын. Hayrat bilen Gülsana Perzentlere gele satır ağayım. Şanım bağırım, şanım bağırım. Hadi yar köy balası benim Gülcan kızı gele satır. Kanat benim Gülmira Aynalamın çörek sarımdı Özüm kanatı söyledim benim kumumdu Sakin benim boldu kız Al yani ye halka tut kence taya Yer bul benim Zahra gele çadır Maksarına azalan çeçmara Ағайындар музыка бітті деген сөз, шапалақ бітті деген сөз емес. Меруерт апамызға құттықтап қол қойыңыздар ағайын. Ал міне құрметті жақсылар қандай бақыт, міне қарасаңыздаршы. Меруерт апамыз 80 жасқа келіп, осыншама өмірінің жалғасы болған перзенттерді ақтырып жатыр. Енді дәл осы бақытты үлгілі семьяны жарияға жар салып, сізбен біз тойдың төрінде бір естелігі өшпесіз суретке түсіріп, бүгінгі әдемі тойдың алғашқы альбомын арнайық деп жатырмыз ағайын. Рахмет ағайын, отыра берсеңіздер болады. Не тоқтырып, тіктіріп, сізбенен біз құрмет көрсетіп жатырмыз. Той көріңіздер, құрметті жақсылар. Қарсы алайық, апа, келіңіз. Sen қуатсаң таусылмайды үйеме ыңғыманы жарасқан бауырлар бірге туған күнің құтты болсын, туған күнің құтты болсын, жете бер жүзге. Жаным бауырым, жаным бауырым, туған күнің құтты болсын, менің бауырым, өмір бауырым, жүрек бауырым, мақсатыңа аңсаған жетші бауырым. Абамды. Ал құрметті ағайын, енді бір сәтке ортаны назарды орталыққа бұрыңыздар. Енді бүгінгі тойымыздың нағыз кейіпкері, бүгінгі кештің нағыз иесі, 80 жастың иесі ортамыздан ойып тұрып орын алып жатыр. 80 жасқа ағайын жеткен бар, жетпеген бар, көрген бар, бұндай жасты көрмеген бар.
talay adam аңсап өткен бар. Сондан осы 80-ге келіп, 9 құрсақты өмірге өсіріп, өмірінің жалғасы болып, әрқайсысын өзінің құтты орнына қондырып жатқан аяулы ана бола білген бүгінгі тойымыздың ханшайымы Меруерт апамызға бір құтты болсын айтып қояйық ағайын. Рахмет апа, мерейтой құтты болсын. Құдай қаласа Алла сізге амандық берсін, деніңізге саулық берсін. Міне Құдай қаласа құрметті меймандар, енді тойдың төрінде біз апамыз тұр. Жаңа көрдіңіздер ғой, апамызды перзенттері қалай құрметтеп тойдың төріне шақырып жатыр. Сондықтан енді сондай құрметке апасыз лайықтысыз. Өйткені міне 9 перзенттің өзі өсірудің өзі, өндірудің өзі, құтты орнына қондырудың өзі оңай емес. Сондықтан сізге Алла күш қуат берсін, деніңізге саулық берсін. Мына келген меймандардың бәрі сіздерді сыйлап келіп отыр. Сондықтан мен енді өзіңізге микрофонды берейін. Бір ауыз әдемі аналық тілекпенен, аналық жүрекпенен келген қонақтарға бір ауыз рахметіңізді, бір ауыз алғысыңызды білдіріп қойсаңыз болады апа. Құрметті де қымбатты қонақтар, қайындерім, келіндерім, құдағиларым, балдарым, келіндерім, қыздарым, бәріңіздің келгендеріңе рахмет. Алтын уақыттарымды бөліп кетсіңдер. Менің жүрегіммен жүректес, тілегіммен тілектес болып келген үшін мыңдан бір рахмет айтамын. Бәріңе жасымды бере берсін, тапқандарына береке берсін. Айналайын, өсіп өніп біздің жолымызды беріп жүре беріңдер, бақытты болыңдар. Құдағилар, сіздерге де рахмет айтамын бәріңізге. Қарайтын әдемі әулеттің қуанышы. Сізбенен біз бабадан қалған